Сәлем балалар, бүгін біз электр өрісінің потенциалы және потенциалдар айырымы туралы сөйлесеміз. Потенциал дегеніміз электр өрісіндегі белгілі бір нүктенің энергия деңгейін сипаттайтын шама. Басқаша айтқанда, өрістегі зарядтың сол нүктеде қаншалықты энергиясы бар екенін көрсетеді. Мысалы, су құбырының екі ұшын елестетіңдер. Судың жоғары нүктедегі деңгейі жоғары потенциал, ал төмендегі деңгейі төмен потенциал. Сол сияқты, электр өрісінде де бір нүктеде потенциал жоғары, ал екіншісінде төмен болуы мүмкін. Сонда потенциалдар айырымы бұл екі нүктедегі энергия деңгейінің айырмасы. Ол зарядтың өрістегі қозғалысы кезінде істелетін жұмыспен тығыз байланысты. Дельта потенциал фи тең фи 1 азайтылған фи 2 тең а жұмыс бөлінген q зарядқа тең. Яғни, заряд өрісте бір нүктеден екіншісіне өткенде өріс белгілі бір жұмыс атқарады. Осы шаманы біз вольтметрмен өлшейміз. Сондықтан, вольтметр потенциалдар айырымын көрсететін құрал. Қорытындылай келе, потенциал нүктенің энергиясы, потенциалдар айырымы екі нүкте арасындағы энергия айырмасы. Вольтметр осы айырманы өлшейтін құрылғы. Потенциал өрістегі энергия биіктігі деп есте сақтаңдар.